Пайғамбарым салсам сүтті жақсы көрген, мысалы айтайық. Сол секілді иншалла ол сүт болғанда да ол жаңағы сиырдан сауылған сүт болса, сол жақсы. Өйткенде қазір көп нәрсе қолдан жасалатын болды ғой. Қазір ана сүтке ағза үйренгендіктен сиырдың сүтін жаңа сауып әкелген сүтті пісіріп әкелсең, ана бүгінгі балалар ішпейді. Ішкен біз ішкізбедік оларға. Бүгінгі балалар ішемейді ананы. Бүгінгі балалар дүкендегі майды жейді, ана қолдың майын жей алмайды. Ағза деген нәрсе сапасыз нәрсеге де үйреніп қалса, сапалы нәрсені танымай қалады екен. Сондай нәрсе ол. Сондықтан Алла Тағаланың бұл табиғи азықтары ғой. Міне сол сүтті біз сендерге ішкіземіз дейді.